әдеттегідей Мото Қазақстан Инста тикток парақшасы және Мото Қазақстан сте сайт 234 деп кірсеңіздер де болады. Бүгінгі таныстырылымда Даяң деген 3 доңғалақ мотоцикліміз бензинмен жүреді, 250 куб. Маймен және желмен суытылған жүйесі бар. Тепкімен оталдыруға болады, электронный статормен оталдыруға болады. Мына болса аяқ торымыз мына жақта. Побеждение деген ана күшті азайтып көбейтетіні бар. Жылы болатын болса мына жерде жазылған, 2024-8 айда шыққан техника. Мына жақта өте үлкен міне. Мына жерді бүйтіп ашып тастасаңыз да болады, жапсаңыз да болады енді. Мына бір аяққа өте ыңғайлы. Ош бостық өте сақталған. Енді алдым бір құр таныстырып өтейін, сосын кейін арт жағына өтейін. Карбюратор, әдеттегі карбюратор, жапондық карбюратор. Карбюратордардың бәрі енді көбінесе жапоннан шығады ғой. Цилиндр енді өте дәу. Міне. Бұлар штанкуй мотор болып келеді, міне. Штанкуй білесіздер, мына жерде міне недерінде настройка жасауға болады. Мына тұрса штанкуй болады. Енді мынау болатын болса, алдыға басып қойсаңыз алдыға жүреді, артқа басып қойсаңыз артқа жүреді. Мынау болатын болса, жаңа 5 скорость бұда. Бір астыға қалған үстіге. Мынау болатын болса, ручник қолторымыз. Мына жерде қосымша отыратын орындығы бар, және бұның асты жүк ұсталғыш анау күліш саймандарды салып қоюға болады. Алдынан қарағанда осындай. Лед, линза, анау бәрі бар общем. Фары енді соңғы техникамен жабдықталған. Алды қос амортизатор. Доңғалақ болатын болса 12, покрышка болса 500. Читок болатын болса электронный читок. Мынау кілті. Мынау дальний ближний енді мынадарды енді айдап жүргіңіздер біледі. Мына жерде бір түсініксіз кнопка, мынау жаңағы мотор суытатын жел арқылы. Мына жағында желмен де тұр, радиатормен де тұр. Мына жерге антифриз құйсаңыз да болады, су құйсаңыз да болады. Моторды сондай суыту жүйесі бар бұда. Ал енді бортына келетін болса, ұзындығы 1.80, бұлай 1.30, бұлай ені 1.80 см бар. Кәдімгі бассейн салуға болады, ішіне 2 тонна ешқандай қиындықсыз көтеріп, сүйреп жүреді. Артты да болатын болса, қос доңғалақ 12-ші размер, сырты енді 500, алды арты оқсыз. Камера салсаңыз да болады, без камерика айдасаңыз да болады. Мына жерде міне фарларының өзі артқа чегінгенде, фарлар сынып кетпеу үшін защитасы да бар. Гос нөмірмен бұл бағасы 1.250.000 теңге. Енді келесі жылы бағада тағы өзгеріс болуы мүмкін енді. Мынау осы жылғы баға. Келесі жылы маған мұндай бағада сұрамайсыздар. Келесі жылы не өсіп кетеді, не түсіп кетеді. Просто ютубтағы нәрселердің бағасын айтпайтынбыз. Бірақ енді көп адамдар комментарий жазып, бағасын сұрап, кейбіреулер боқтап тастайды. Сол үшін бағасын бірден айтып жатырмын. Төбесінде мұндай қалқаншасы бар. Не қылады үшін. Енді айтпасам да түсініп тұрсыздар ғой. Төбеден жаңбыр ұрмайды, төбеңіз су болмайды, алдыңыз су болады, алдыңызға енді бірден істеуге болады енді. Мына арамаларда міне бір жерді қиратып кіріп кетсеңіз, мынау үшін тізе жаңа бәрін қорғайды. Мына арамаларды ойласашы, қалың болғанда сұмдық қалың. Темірді аямаған әгезін. Мына жерде жылы өтірік қой деп атқан істерге міне 2024-8 айда шыққан. Мына жерде міне мотор дірілдеп ес ақыл шығармау үшін мына жерде қосымша міне амортизатор сияқты пружиналар қойып қойған. Аржанда гүл штелдігі, мынау бірағы майдың суыту жүйесінің шлангілері. Сигнал анау. Фарын бір жағып көрсете салайын, дальний ближний. Сосын кейін тағып. Енді бұл енді өте таптырмайтын техника. Жанбаған күн көремін деген кісілерге жаңағы сидан машина алғанша осындай зат алсаңыз, онда кәдімгідей ақша тауып береді. Біреудің 2 тонналық жерін бір жерге апарып тастасаңыз, өлдім дегенде 15.000 теңге, 10.000 теңге, 5.000 теңге міне күнделік. Бензин эконом 100-ге бір 3 литрдің ар жақ бер жағында ғана жейді. Бензин яғни ескейді ол, ішпейді. Міне енді кім не басады өзі шешеді. В общем, қалай қинасаңыз солай қинауға болады.
телефон 8707 730 0952 8776 730 0951 8707 730 0951 осы сияқты нөмірлерге звондайсыздар және осы видеоның астына осы мотоциклді толықтай жаңа сипаттамасын мәтінмен тастап кетемін. Назарларыңыз бізде болсын. YouTube каналымыз әрдайым осындай жаңа техникалармен толығатын болады. Мотоцикл саласында бұл Мото Қазақстанның орны бөлек. Бұл жерде тек қана біз ғана емеспіз. Сонымен қоса осы базарда мысалы қанша техника бар, қанша дүкен бар, осылардың бәрін тауарын салған. Сіздерге қандай да бір мототехника керек болатын болса, біздің сайттан іздесеңіздер ең тиімді бағада. Және бағасы, фотосы, видеосы, полный характер бар. Сол жерден интерес қуалап, яғни бағасын біліп алып базар араласаңыздар, әжептәуір жақсы техниканы таңдап алып кетулеріңізге ол бір үлкен септігін тигізетін платформа бізде. Мына жақта да тұр ғой. 234 деп кірсеңіздер де болады, Мото Қазақстан деп кірсеңіздер де болады. Осы видеоның астындағы тексті міндетті түрде қараңыздар және комментарий жазыңыздар, келесіде қандай мотоциклге түсірейік. Каналға жазылып, лайк басып, видео ұнаған болса дос жарандарымызға таратып қоямыз.